Армысыздар бауырлар, ағайындар, әпке қарындастар. Қазіргі біздің тақырыбымыз апорт құлжа деп жүрген алма туралы болмақ. Жаңа Қазбек Бектүптеген жазғанда кісі айтады, алманың төресі құлжа дейді. Бұдан дәмді алма бар шығар дейді, бірақ бұдан қош иісті алма жоқ дейді. Оның есімін білесіздер, бұрқырап кетеді. Қазір сол құлжаның құртты мына кеңес үкіметінен бері біздің бала кезімізде 70-ші жылдарға дейін құлжаның, біздің бақта өсіп тұрған құлжаның кейбір жемісінің салмағы 800 граммға дейін барады. Біздің бала кезімізде әкеміз өлшеп көретін. 700-800 грамм үлкен, мынадай бір қолға сыймайтын үлкен құлжаның түрі болады. Соны сіздерге түсіндірейін. Мына Ресей империясы осы жерге келді ғой. Осы жерде отырлай бастады. Сонда құлжаны көрді. Құлжаның үлкендігі 1 килограммнан асып кететіндер болған ол кезде. Ол кезде біздің аталарымыз, жаңа Майқы бабамыз не дейді? Ексең балам ағаш ек, 7 жасар асырамайды, 7 жылдық ағаш асырайды дейді. Содан біздің аталарымыз жемістік өте көп өсірген. Алманың неше түрлерін, столовка деп жүрген, жаңағы қызылтаң, пеструшка деген бәрінің атауы бар. Жазбақ деген алма бар. Тасалма деген лимонды да біздің аталарымыз. Ана орыстар содан 1913 жылы ауыл шаруашылық көрмесі болады ғой Лондонда. Сонда Ресей империясы жаңағы құлжаны сол көрмеге алып барады. Аппаратта оны тек қанатын өзгертеді, апорт деп. Басқа түк түстемейді. Ешқандай селекция жасаған, ол келгендер сол болған. Ана алманың жемісті көргенде бұлар таң қалады ғой. Мынадайды жемісті өсірген екен деп. Ресей империясы біздің заттарымыздың бәрін тарихымызға дейін ұрлап алды, жерімізге дейін ұрлап алды. Славян деп жүрген ресейліктер, Ресей жері түгелімен біз осы кітапта жаздық. Орыс деген ата қыпшақтың аты. Роско деген русский болады, Балорус, Белорус. Кәдімгі Белорус елі болады. Балорус болатын, Қият орыс Украина болады. Немістің орыстары Пруссия болады. Боруссия деген атауы бар. Шведтің орыстары Россия деп аталады. Италия дей тұрыс деген бар. Бұл орыстар туралы ғана айтылған әңгіме. Ал енді мен жаңағы алманың әңгімесі мына Бәйдібек би деген кітапта жаздым. Сол көрмеге апарып, жемісті аппаратта абытын қара өзгертеді, апорт дейді. Біз өзіміз шығардық дейді. Өздері түк түстеген жоқ. Жаңағы саусағының ұшында қимылдатқан жоқ. Алманы апорт деп құлжаны апарды, таразыға қойған кезде жеміс 1 килограмм 300 грамм тартқан. Бүкіл дүние жүзінің ауыл шаруашылық көрмесінде отырған таң қалған. Ой, мына орыстар сондай алманы қалай шығарды? Мүмкін емес қой деп. Енді қайтеді? Ондай жеміс көрмеген, көрменің алтын медалін береді. Екінші жеміс таразы қойғанда 1 килограмм 200 грамм артып кетеді. Оған көрменің күміс медалін береді. Бұл алманы біздің Мичурин шығарды, сөйтті бүйті деп жұртты алдап, атын апорт деп өзгертті. Басқа түк түстеген жоқ. Қазбек айтады, алманың төресі құлжа дейді, бұдан қош иісті алма жоқ. Бұдан дәмді алма бар шығар дейді, бірақ бұдан қош иісті алма бар дегенге мен иланбаймын дейді. Өйткені мұның иісі бұрқырап кетеді. Үйге апарып қойсаңыз, алманы жарып басаңыз, иісі бұрқырап бүкіл. Қазір сол құлжа бар ма? Мына Совет үкіметі орнағаннан бері бұрынғы аталарымыздың 1000 жыл жасаған жаңа сұрыптаумен, сұрыптау дейді, сұрыптап отырып алманы өсіріп, содан мына 1970-80 жылдарға дейін келді құлжа. Үлкен болды, 700-800 грамм тартып тұрды. Содан кейін әлсірей бастады. Содан кейін 2000 жылдары 200 граммға, 300 граммға түсті, одан төмендеп қазір құлжа жоғалды. Өйткені жаңағы селекция, сұрыптау жоқ. Саралау, сұрыптау отырады, аталарымыз өсіріп отырған. Оның бәрін біздің аталарымыз, ол қазір айтсаң енді қазақтар өз аталарының тарихын білмейді ғой. Елизавет айтпақшы, қазақ өз тарихын білсе дүниені төңкереді деп. Біздің аталарымыз қазір дәлелденіп жатыр ғой. Алтын адам жасаған кезде Европаң, Қытайың ондай ғылым техника біздің аталарымыз үйреткен ғой, металл қорытуды. Адам емдеуді, өліп қалған адам тірілтетін болған. Біздің аталарымыздың салған қалаларында су кеп, канализация істеп тұрған. Су құбырмен келіп, туалеттеріне дейін су кеп тұрған. Біздің аталарымыз
мылтықты да ойлап тапқан, порықты да ойлап тапқан. Содан біздің аталарымыз бүкіл Европаны, Азияның қожайыны болған мына кітап дәлелдеп тұр. Қытай тарихы түгелімен қазақтың тарихы. Қазақтың тарихы, түріктің тарихы емес. Біздің мынау оттау ізімен айланысатын тарихшылардың оның еші мұрнына бармайды. Орыстың тарихшылары ғой олар. Орыс не айтса содан шыға алмайды. 550 жылдай тарих деп орыс жазып берген тарихты айтып жұртты шатастырып жүр. Онан кейін біздің аталарымыз мына дүние жалған дүние деп білген. Содан қызмет еткен. Қазір енді бауырларымызға айтып жатқаным, қазақ көп емес қой. Дүние жүзінде қазақты қосса 20 миллионға жете ме жетпей ме? Мына жалған дүниеде алданып, дүние жинап, бірін-бірі өлтіріп дүние жинап жатыр. Билікке қойған бауырларымыз елдің ақшасын жеп жатыр, көріп отырсыздар. Соның бәрі мына зар заман ақындар дейміз ғой. Ол енді басқа тақырып, қазір соны айтайық. Зар заман неге зар заман атылған. Соны біздің аталарымыз мына дүниені 5 күндік қамшының сағындай қыс көмір деп осы дүниені қатты қызықпаған, еңбек еткен. Тәңірдің нағыз мұсылмандары біздің аталарымыз болған. Енді қаңғып келген қайыршының өзін күту деген қандай ол? Төріне жатқызып, оған бір күн тұрған ет бермей. Оны келесі тақырып. Қазір мына хабарымыз